Жарқалайсыз, ана чатқа жазбай отқаным, чатта бүкіл туысқанымды тіркеп алғам ғой, соны ұялып отырмын. Менің жасым 41-де. Маған осы 6 ай бұрын врачқа барған кезімде гинекологқа сізде вообще бала көтере алмайсыз, ұрық ұстайтын жеріңіз жып-жылтыр болып, в общем, ұрық ұсталмайды сізде деп айтқан ғой. Сөйтіп гормональный дәрі ішесіз деген ештеңе вообще келмей қалған тұғын. Мен бір ретте отзыв берген едім ғой сіздерге. Сөйтіп, в общем, интернеттен қырған заказ, қымбат дәрілер заказ беріп алдым да, оларды іштім, вообще көмек болмады. Сосын келінім маған сұңғыланы берді. Осы сұңғыланы ішкеннен кейін, в общем, 8 күннен кейін маған мешінем келді. Құйылып келіп атты. В общем, 3 ай іштім, 3 айда да уақытылы келіп тұрды. Кәдімгі анау интернеттен қызым тартып беріп қойған, күнделік деген ше, дневник деген, ана мешіне келгенін жазып отыратын. Сонымен уақытылы келіп жүрді. Осы қазір 4-ші пачкасын тауыстым. Осы да задержка болып қалды. Сонымен ойлана, күшті мақтап жүрген едім, сұңғыланы неғып келмей қалды деп көтеремін деген вообще ойыма кіріп шыққан жоқ қой. Бүгін азанда тексертіп, екібаласы шығып тұрып, қазір бірінші сізге айтып отырмын, басқа ешкімге айтқан жоқпын, әлі айтуға қорқып жатырмын. Кәдімгідей қып-қызыл болып екібаласы шығып тұр. Алланың құдіреті ғой деймін да. Гинеколог вообще көтермейсіз деп айтқан. Мен құдайға шүкір 5 бала шағам бар, просто мен жасымнан ұялып жатырмын да, 41-демін ғой. Содан кейін 4 бала, бір қызым бар. Бір қыз керек деп жүргем.